Сәлем, бүгін көрпешеге осындай ерекше әдемілік сыйлайтын Versace құрағын тігетін боламыз. Төртке бүктелген астарымызды алып, дәл ортасына екі лентаны бір-біріне беттестіріп, астардың дәл ортасына қойып, шетінен тігіп шығамыз. Ашқан кезде міне осылай шығады. Бізде қазір жоғарыда ақ лента қалды. Бірінші ақ лентадан бастап тігеміз. Міне. Артқа жүру арқылы лентаны бастырып қоямыз. Одан кейін тігіс жүргізіп өтіп, көк лентаны жоғарыға қалдырамыз. Енді көк лентамызды қоямыз. Бірінші қатарымыз осылай болады. Енді көк лентамызды тағы қойып тігіп аламыз. Лентаны тіккеннен кейін міндетті түрде қолмен итеріп, түзулеп, артқа тігіс жүргізу арқылы бастыру қажет. Мына жерде ақ лентаны тігіп алғаннан кейін, көк лентаның үстінен тігіс арқылы өте саламыз. Жіп үнемдейміз деп қырқа салудың қажеті жоқ. Осылай тігіс жүргізу арқылы өте салуға болады. Келесі тігістерімізді дәл осылай жалғастыра береміз. Міне мына жерде қарасаңыз, қазір көк лентаны тіккеннен кейін міндетті түрде ақ лентаның үстінен енді өтіп кете саламыз. Құрағымыз аяқталды. Енді
соңғы қатардағы лентаның шетінен астарға тігіп шығамыз. Осылай шетінен жіңішке тігіс жүргізу арқылы бастырып шығамыз барлық шетінен. Егер сізге құрағым ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, сұрақ туындаған жерлеріңіз болса, пікірге жазып кетсеңіздер болады. Алдағы уақытта жаңа видеоларға шығаратын боламын.